жаһандық кедейшілік деңгейі алғашқы көтерілетін болады. Бұл індеттің ауқымы бұрын соңды болып көрмеген. Босқындарды қарсы алып жатқан қауымдастықтар саны барған сайын артуда және Әйелдер оң әлеуметтік өзгерістің алдыңғы шебінде. біз бұдан былай нәсілшілдікке немқұрайлы бола алмаймыз. Климат өзгеруінің ең нашар салдарын әлі де болдырмауға болады. Қуаңшылық, су тасқындары, орман өрттері саны Сөйтіп, мұның бәрі үмітсіздік сияқты. Рас па? Бәрі соншалықты жаман емес, әлемде жақсы істер жасап жатқан адамдар да бар ғой. Білемін, бірақ бүткіл мына әділетсіздік пен азаптануға қараңыздаршы. Сіз шынымен де әрекетіміздің әсері бар деп ойлайсыз ба? Кешіріңіздер, кешігіп қалдым. Қош келдіңіз. Рахмет. Гүлдер әдемі екен. Білемін, әлдебір балақайлар баршаға гүл үлестіріп жүр. Керемет. Біз жаңа ғана әлем жағдайын және оның жаһанды көрінісіне біздің әрекеттеріміздің тигізер ықпалы тым мардымсыз болып көрінуі мүмкін екенін талқылап жатқан едік. Біз атсалысатын әрбір қызмет әрекеті азын-аулақ болса да өзіміздің және айналамыздағы әлемнің өзгеруіне үлесін қосады. Көруімізді жалғастырайық. Әлем көптеген күйзеліс пен дүрбелеңді бастан өткізсе де, біртұтас отбасы ретінде адамзаттың өзара тәуелділігі мен өзара байланысы жайлы сана сезім артып келеді. Әлемнің 100 мыңнан аса елді мекендерінде жеке адамдар мен қауымдастықтар Бахаулланың адамзат біртұтастығы жайлы көз бағдарынан шабыт алуда. Қоғамның нақ құрылымдар мен қарым-қатынастарында өзгеріс талап ететін көз бағдар. Миллиондаған адамдар Бахаулланың бірлік пен әділдік туралы ілімін іс-әрекетке айналдыруға ұмтылған сайын, мәдениетте терең ілгерілеу орын ала бастады. Жеке адамдар өздерін әлеуметтік өзгерістің басты кейіпкері ретінде қарастырып, өз көршілестері мен ауылдарының жақсаруына үлес қосуға ізденуде. Ғибадат пен қызметтің серпінді үлгісімен сипатталған қауымдастықтар баршаның рухани әрі материалдық игілігіне жәрдемдесуде. Балалар өз бойындағы рухани қасиеттерін дамытып, әлем халықтарының әралуандығы мен бірлігін бағалай білуге тәрбиеленуде. Жастар өз өмірлерінің маңызды кезеңінен сүрінбей өтуге мүмкіндік алып, өздерінің күш-қуаттарын әділ болашақ құруға бағыттауда. Жанұялар ауызбіршіліктің арта түсуін бастан кешіруде. Сөйтіп, жанұялар топтары жергілікті қауымдастық өмірін нығайту үшін бірлесуде. Жеке адамдар, қауымдастықтар мен институттар арасындағы қарым-қатынас ынтымақтастық пен өзара әрекеттесу арқылы анықталуда. Салынған осы күш-жігердің барлығы адамзатты Бахаулла көздеген бейбіт те гүлденген жаһандық өркениетке жақындатуға бағытталған. Олай болса, бұл маған үміт беретіні күмәнсіз. Маған да. Білемін, өзіңіз ойланып көріңізші. Сіздің дұғалық басқосуыңыз, сіздің балалар сыныбыңыз және сіздің жасөспірімдер тобыңыз, бұлардың барлығы өзгеріске үлесін қосады. Бірақ алдымызда бізді әлі де ұзақ жол күтіп тұр. Әрі өзгерістер, оған уақыт қажет. Дәл солай. Егер біз 100 жыл бұрынғы, дәл Абдул Баха қайтыс болғаннан кейінгі Бахаи қауымдастығына көз тастасақ, оның кейпі мүлде басқаша еді. Қаншалықты ілгерілегеніміз жайлы ой өрбітсек, бүгінгі жетістіктер бізге дейінгілердің құрбандығы мен батылдығының жемістері екенін көре аламыз. Бұл рас, кезінде егілген тұқымдар енді жемісін беріп жатыр. Дұрыс. Тарихты түсіну бізге алға жылжуымызға қажетті болашақ бағдарды береді. Кәне жалғастырайық. Қала бұндай жерлеуді бұрын соңды басынан кешіп көрмеген. Еврей, христиан, ислам сенімдерінен 10 мың аза тұтушы, әйелдер, ерлер мен балалар, байлар мен кедейлер, барлығына сүйіспеншіл әке болған Абдул Бахаға құрмет көрсетіп, ақтық сапарға шығарып салу үшін жиналды. Бахаулланың мирасқоры Абдул Баха өз өмірін адамзаттың бір тұтастығын насихаттауға арнады.
сол бір тұтастықтың өзегі болып табылатын бүгінгі қоғам құрылымдағы оң өзгеріске қол жеткізудің рухы мен тәсілін бейнелейтін өсиетнама Бахаулланың өсиетнамасы. Бахаулланың өзімен тағайындалған өсиетнаманың орталығы Абдул-Баха қауымдастықтың бірлігін қамтамасыз етіп, оның ілімінің тұтастығын сақтады. Оның соңғыда ең ұлы сыйы, оның еркімен өсиет хаты еді. Онда ол әкімшілік тәртіпті іске қоса отырып, өзінің сүйікті немересі Шоги Әфендіні Бахаи сенімінің сақтаушысы етіп тағайындады да, Бахаилар жүгіне алатын орталығы бар өсиетнама күшінің сабақтастығын қамтамасыз етті. Абдул-Баха оның сүйіктілерін жалғыз қалдырмады. Кейде өзімді сондай жалғыз сезінемін. Абдул-Баха менімен бірге екенін білемін. Бірақ бүгін менің достарым қайттан жаман нәрселер айта бастады. Сыныпқа жаңадан келген ұл туралы. Бұл жолмен қарап қалмадым, оларға доғарсын деп айттым. Бірақ содан бастап олар мені мазақтай бастады. Сен батылдық танттың. Дұрыс нәрсені жақтау әрдайым оңай бола бермейді. Осындайда сондай жалғыздықты сезінесің. Әлемді жақсы жаққа өзгерткен талай адам өздерін кейде жалғыз сезінген. Атасы Абдул-Баха қайтыс болғанда Шоги Әфенді небәрі 24 жаста еді. Ол жүрегі езіле қайғырды. Әлемнің ауыртпашылығы енді оның иығына артылды. Сол кезде оның қаншалықты күйзеліп, жалғыздықты сезінгенін елестете аласың ба? Ол енді сенімнің сақтаушысы болды. Ол Бахаулланың рухани және материалдық тұрғыдан гүлденген өркениет жайлы көз бағдарының іс жүзіне асырылуына жауапты болды. Сондай-ақ ол оның жаңа рөлін мойындамағандар тарапынан қарсылыққа тап болды. Оның үлкен нағашы әжесі Бахаулланың қызы Бахия ханым зор жұбаныш пен күш-қуаттың қайнар көзі болды. Осы әжесінің қолдауымен әрі Абдул-Баха әрдайым онымен бірге болғанын білген Шоги Әфенді сақтаушы ретіндегі рөліне өзін тұтастай арнады. Мың 921 жылы Бахаи қауымдастығы негізінен жеке адамдар мен қауымдастықтар топтарынан құралды. Олардың кейбірі шағын, кейбірі үлкен, анық ұйымдық жүйесі жоқ, әлем бойынша шашыраңқы еді. Кейбірі сенім үшін қуғындалды, ал көбі материалдық жағынан қиындық көрді. Осыншама аз адаммен және жартымсыз қаражатпен бұл жаһандық өркениет қалай құрылмақшы еді? Әрине бұндай өркениетті құру әр адамның саналы түрде қатысуын талап етеді. Әрбір халық пен әрбір топ, түбінде әрбір адам осы әлемдік өркениеттің пайда болуына белгілі бір дәрежеде үлес қосылатындай болуы керек. Ол кезде Бахаулланың жолдау жайлы естіген адам тым аз еді.
оны әлемнің барша халықтарымен қалайша бөлісуге болушы еді? Абдул-Баха Солтүстік Америка бахаиларына жолдаған тәңірлік жоспар тас тақталарында осы жаһандық көз бағдарды жүзеге асырушыларды сенімнің өсуі мен орнығуына қажетті жарғымен қамтамасыз етті. Осы тас тақталар әлемнің рухани жаңғыру дәндерімен сол өркениеттің пайда болуын қамтиды. Бірақ бұл болашақ өркениет қалайша жұмыс істемекші? Шешімдер қалай қабылданбақшы? Әрбір дауысқа қалай құлақ асылатын болады? Баршаның қажеттіліктері мен игілігіне қызмет ете алатын ұйымдық жүйе керек болды. Бұндай жүйені Бахауланың өзі көрегендікпен болжап кеткен еді. Абдул-Баха өзінің еркі мен өсиет хатында Бахаи әкімшілік тәртібінің жоба жоспарын қалап кетті. Енді Шоги әфендінің оны құруға кірісетін уақыты келді. Абдул-Баха қайтыс болғаннан бері және 1930 жылдардағы ұлы экономикалық тоқырау өршіп тұрған кезде бахаилар саны аз болса да, Шоги әфендінің нұсқауларына сүйіспеншілікпен және сеніммен жауап қатты. Олар Бахауланың ілімін басқалармен бөлісуді жалғастырып, жергілікті рухани жиналыстарын құра бастады. Осы жаңа институттарды құрып жатқанда, олар бүгінгі күнде көптеген жерлердегі адамдардың басшылық пен саралық үшін жергілікті рухани жиналыстарға жүгініп жатады деп елестете алды ма екен? Осы жиналыстар өздері ажырамас бөлігі болып табылатын қоғамдағы азап тауқыметтердің алдын алу және оларды жеңілдету қабілетін дамытуда. Бүгінде жергілікті басқару органдары мен басқа да мекемелер өз қауымдастықтарын ілгерілету үшін кей жағдайларда осы жиналыстармен бірлесіп жұмыс істеуде. Жергілікті жиналыстардың жеткілікті саны қалыптасуы жаңа ұлттық рухани жиналыстардың сайлануына жол ашып отырды. Шоги әфендінің жетекшілігімен сенімнің өсуімен оның қоғам құрушы күшінің ажырамас бөлігі болып табылатын әкімшілік тәртіп қалыптаса бастады. Енді әкімшілік бағаналары орнатылған кезде тәңірлік жоспардың жүйелі түрде ашыла бастауы мүмкін болды. Тәңірлік жоспардың бірінші кезеңі 1937 жылғы 7 жылдық жоспар еді. Ұлттық қауымдастықтар бірінен соң бірі құрылып, жетіле келе, олардың әрқайсысы өз жоспарын қабылдады. Екінші дүниежүзілік соғыстың бас кезінде мемлекеттер шапқыншылық әскерлерін жасақтай бастағанда, бахаилар сүйіспеншілік әскерін жинауға кірісті. Келесі 10 жылдықтар бойы бастапқыда көбінесе Солтүстік Америка мен Иран қауымдастықтарынан шыққан жеке тұлғалар мен отбасылар сақтаушының жоспарларына батылдық пен табандылық көрсете жауап қатты. Туған жерлеріндегі шаһар мен қалаларға саяхаттаумен қоса, Солтүстік Америкадағы достар орталық және Оңтүстік Америкадағы елдерге аттанды. Ал сенім бесігіндегі бахаилар шығыс және қиырдағы елдерге саяхаттады. Түрлі сын қатер мен қиыншылықтарға тап болғандарына қарамастан, олар үйлерін қалдырып, әлемнің түкпір-түкпіріндегі халықтармен бірлік пен бейбітшілік жолдауын бөлісуге аттанды. Бахауланың сенімін қабылдағандардың ішінде қоғамның барлық топтарынан шыққан жеке тұлғалар болды. Олардың ішінде Румыния патшайымы Мария сенімді қабылдаған алғашқы монарх. Шоги әфенді жеке тұлғалар, топтар мен бахаи институттарын бағыттайтын, шабыттандырып, жігерлендіретін мыңдаған хаттар жазды. Ол келешектің әсерлі көз бағдарын құратын
терең ойларды ұсынды. Ол Бахаи жазбаларын ағылшын тіліне аударды, киелі мәтіндерге түсіндірме берді және қасиетті жердегі сенімнің рухани әрі әкімшілік орталығын дамытты. Оның орасан зор мұрасы келешек ғасырлар бойы адамзатқа жол сілтейтін болады. Шоги әфенді жетекшілікпен қорғаныс астында болса да, ол азап шекпеді деуге болмас. Ол қайғы қасіретпен торығу сәттерін бастан кешті. Ол сондай сәттерде не істеді? Абдул Баха оған көмектесіп жүретін білген ол алдымен дұға етіп, содан соң әрекетке көшетін. Мен де дұға оқимын. Ал ертең жаңа баламен достасатын боламын. Germany invades Poland and the Free State of Danzig. Хиросимаға түскен тұңғыш атом бомбасы бейбітшілік және тарихтың ақыры біріккен ұлттар ұйымы ұйымдастырды. Бұл адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы. Оңтүстік Корея шайқасы алаңына айналды. Не көріп жатыр едің? Бұл мектепке қажет. Біз 1940 және 1950 жылдар жайлы оқып жатырмыз. Сол кезде өмір сүрмеген мәриза. Бұл тарихтың қаралы кезеңі еді. Бірақ жарық нұрлары да болды. Жарық нұрлары? Бұнымен не айтқыңыз келді? Ол кез Шоги әфенді Бахайларға Бахаулланың жолдауын әлемнің түкпір-түкпіріне жеткізуге үндеу салған кез болады. Әжең мен атаң сол үндеуге жауап қатқан еді. Рас па? Иә, бірақ бұл оңай шаруа емес еді. Олар үйін, жұмыстарын, жайлы жағдайларын тастап, бәрін артта қалдырды. Олар әке-шешелерімен қош айтысқанда, оларды бәлкім соңғы рет көріп тұрғандарын білді. Оның үстіне ол кездері сапарға шығу өте қиын болады. Бірақ олар бұны қалайша істей алды екен? Олар бұны Бахаулла мен адамзатқа деген жүректеріндегі махаббатпен істеді. Олар Бахаулланың ашылымы тек Бахайларға тиесілі еместігін білді. Оның жолдауы әркімге арналған. Ғажап. Саған бір нәрсе көрсетейін. फिर प्यासी धरती पर प्रभु ने फिर प्यासी धरती पर गंगा नई बहाई है युग युग के सब भेद मिटाने आया धर्म बहाई है युग युग के सब भेद मिटाने आया धर्म बहाई 1953 жылға қарай Бахай қауымдастығының әлеуеті артқаны соншалық енді Шоги әфенді Абдул Баханың тәңірлік жоспарын одан әрі өрістетер 10 жылдық күллі әлемді қамтитын рухани іскерлікке, ең алғашқы жаһандық ұжымдық жоспарға жұмылуға үндеу тастады. Бахайлар жасы мен кәрісі, байы мен кедейі, дені сауы мен дәрменсізі, бойдағы я болмаса отбасылысы болсын, кідіріссіз бірден жауап береді.
барлығын артта қалдыра, олар Бахаулланың ілімін баршаға жеткізу үшін жиі өздеріне беймәлім жерлерге саяхаттады. Ешбір шежіре ешқашан осы жандар жасаған әр құрбандықтың, әр қаһармандықтың санына жетіп жеткізе алмас. Олар жолықтырғандардың көбісі бұндай ілімді көптен аңсаған еді. Сөйтіп көп ұзамай олар әлемді жақсарту үшін бірге жұмыс істей бастады. Сол кездерде ғұмыр кешу мүмкін айтарлықтай жаман болмаған. Сонымен бүгін түстен кейін келетін болдың ба? Мұндай істерді онша жақсы емеспін. Танымайтын адамдармен сөйлесуге. Олар бөтен адам емес, олар көршілестігіміздегі адамдар. Иә, бірақ әркім өз шаруасымен әлек. Олар осындай әңгімелерге қызығады деп ойламаймын. Оған қоса ешкімді мәжбүрлегім де келмейді. Бұл біреуді бірдеңеге сендіру әрекеті емес. Бұл көршілестігіміздің ілгерілеуіне көмектесу үшін қалайша бірге жұмыс істей алатынымызды тыңдап, зерттей алатындай кеңістік құру. Мен адамдардың шынымен де мағыналы әңгімелесулерге қатысқылары келетіндерін байқадым. Әңгімелесу үшін менде бір нәрсені өзгерте алады деп ойлайсың ба? 10 жылдық жоспар туралы ойлашы. Сол кездерде осы тәрізді әңгімелесулердің мыңдағаны орын алды. Сөйтіп олар ұлы өзгерістерге алып келді. Мен қазір ғана мына керемет видеоны көріп шықтым. Ол жерден мағыналы әңгімелер біреудің өмірін қалайша өзгерте алатынын көре аласыз. Мен 1921 жылы Германияда дүниеге келдім. Екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталар шағында Италияда соғыс тұтқыны болып шықтым. Түрмеде біздің пікірталастарымыз көбінесе өмірдің мәні мен дін төңірегінде өрбіді. Менің жүрегім мен санам жаңа идеяларға ашыла бастады. Көп замай Германияға оралған соң болашақ күйеуімді кездестірдім. Ол солтүстік Африкада құрышпен қапталған танктар дивизиясында қызмет атқарған еді. Біз Бахаулланың дін бір тұтастығы мен адамзат бірлігі туралы ілімімен таныса келе, бір топ бахаилармен достастық. Бұл жолдау бізді қайран қалдырды. Көп замай біз бахаи атандық. 1957 жылы біз қажылыққа аттанып, аяулы сақтаушымен кездестік. Күйеуімнің Африкада соғысқан естіген ол, оны қайта оралуға, бұл жолы махаббат жолдауын жеткізуге жігерлендірді. 1959 жылдың 5 шілдесінде 6 баламызбен оңтүстік батыс Африкаға қатаң нәсілдік бөліп жару кезінде келіп жеттік. Әртүрлі нәсілді адамдарға достасуға тыйым салынған болатын. Бізге ашық жиналуға рұқсат етілмегендіктен, біз Бахаулла жазбаларын зерделеу үшін өз үйлерімізде бас қосатынбыз. Осындай қиыншылықтарға қарамастан бірге болғанымызға шүкіршілік еттік. Бірнеше жылдан соң алғашқы жергілікті рухани жиналыс сайланды. Бұл Бахаи әкімшілік жүйесінің Намибияда бастау алуы еді. Жақсы, бүгін түстен кейін саған қосылам. Бәрекелді. Сол кездер тарихы тек жеңістерден ғана тұрмаған біліп педіңдер. Әрбір жеңіспен қатар талай дағдарыстарды да еңсере алу керек болды. Қандай дағдарыстар?
Мысалы, 1957 жылы тұмау пандемиясы болған. Шоги Афенда Лондонда болған кезінде ауырып қалды. Ол кенеттен әрі күтпеген жерден қайтыс болып кетті. Бұл жайт 10 жылдық жоспардың тап ортасына тура келді. Күллі бахаи әлем үшін бұл сұмдық соққы болды. Алайда Шоги Афенда өмірден өтсе де, өзі қозғалысқа келтіріп кеткен процесі жалғаса берді. Сендерге бір нәрсе көрсетейін. Сақтаушы қайтыс болған соң, барлығын терең қайғы мен құлазу сезімі кернеді. Оған қоса бахаи қауымдастығы үшін бұл белгісіздік уақыты болды. Олардың істері қалай басқарылмақ? Оларды кім бағыттамақ? Жерлеу рәсімі өте сала, Шоги Афендінің өзі құдайысының қолдары етіп тағайындаған ерлер мен әйелдер қасиетті жерде жиналды. Сенімді қорғау мен оны кеңінен тарату басты міндеттері болған осынау көрнекті тұлғалар. Бүкіл әлемдік әділет үйі сайланғанша, бахаи қауымдастығының істерін үйлестіруге жауапты болды. Бірлікті сақтаудағы өсиетнама күші қауымдастықтың құдайысының қолдарына деген айнымас адалдығынан айқын көрінді. Құдайысының қолдары дүние жүзін тынбастан шарлап, сақтаушының жаһандық жоспарын аяқтауға бахаиларды жігерлендіріп, шабыттандырып отырды. Baba Mungu wa mapenzi, Nisamehe dhambi zangu, mimi ni kipofu masikini mbele yako. Baba Mungu wa mapenzi, nisamehe dhambi zangu, mimi ni kipofu masikini mbele yako. Bahaula asifiwe, Bahaula asifiwe, Bahaula asifiwe, mkombozi wa dunia. Bahaula asifiwe, Bahaula asifiwe, Bahaula asifiwe, mkombozi wa dunia. Жоспардың соңына қарай бахаи қауымдастығы өткен ғасыр бойы қол жеткізуге мүмкін болғаннан гөрі 10 жыл ішінде көбірек жетістіктерге қол жеткізді. Бахаилар тұрып жатқан ел мен аумақтар саны 2 есеге өсіп, 14 мыңнан астам елді мекенде 259-ға дейін жетті. Ұлттық рухани жиналыстар құрылып, мыңдаған жергілікті рухани жиналыстар жер жаһандағы қауымдастықтардың әл-ауқатын қамтамасыз етумен айналысты.
әкімшілік тәртіптің іргетасы мен бағаналары енді нық орнықты. (1963 жылдың 21 сәуірінде әлемнің түкпір-түкпірінен келген 56 ұлттық жиналыстың мүшелері Бахаи сенімінің халықаралық басқару органы бүкіл әлемдік әділет үйін сайлау үшін Хайфадағы Абдул Баханың үйіне жиналды. Бұл аса маңызды оқиға Бахауланың Бағдаттағы мағлұмдамасынан тура 100 жыл өткен соң орын алды. Құдай ісінің қолдары сақтаушы өздеріне тапсырған қызметтерін орындай алу үшін осы институтқа сайланудан босатылуға өтініш білдірді. Бахаула өзінің заңдар кітабы Кітаби Ағдаста бүкіл әлемдік әділет үйінің құрылуын бұйырып кеткен еді. Оның өкілеттігін Абдул Баха өзінің еркі мен өсиет хатында растаған, ал сақтаушы оның сайлануына Бахаи әлемін дайындау үшін 30 жылдан астам уақытын арнаған болатын. Бүкіл әлемдік әділет үйінің қызметі арқасында Бахаула өсиетнамасы өзінің рухтандырушы мақсатын орындауды жалғастырды. Осынау келесі 3-10 жылдық екпінді әрі жасампаз жылдар еді. Осынау келесі 3-10 жылдық қарқынды үйрену мен тәжірибе жасау жылдары болды. Сәлем, Аша. Менде бәрі жақсы, рахмет. Жазғы мектепке арналған презентацияны дайындау үстіндемін. Жақсы жүріп жатыр. Қандай шақыру? Ой толған бас қосуына ма? Иә, оны алдым. Негізі бару жоспарымда жоқ еді. Мен қазір дұғалық бас қосу өткізіп жүрген жоқпын. Басында жақсы жүріп жатқан, бірақ біраз уақыттан соң адамдар келуін қойды. Содан тоқтатуды шештім. Түсінемін, бірақ менде бөлісуге тұрар нәрсе барына сенімсізбін. Жарайды, ойланып көремде хабарын беремін. Сау бол, Аша. Бахауланың ілімін өз өмірімізге және қоғамның қажеттіліктеріне қолдану, үйренуді талап ететін нәрсе.
a heart full of joy and gladness. Ең ұлы мерейтойды атап өту мақсатымен жиналған осындағы барша сүйікті достарға қуаныш пен шаттыққа толы жүрегімнен қош келдіңіздер. Celebrating the most great jubilee. In this room, Осы залда, бөлмеде, жер бетінің барлық құрлықтарынан келген адамдар жиналып отыр. Мұнда әртүрлі тайпалардан және әртүрлі діндерден шыққан адамдар бар. this Бұл is a махаббат діні. religion of love. Мың 1963 жылы бүкіл әлемдік әділет үйі Шоги Әфенді салып кеткен үлгіге негізделген жоспарлар сериясы арқылы Бахаи қауымдастығын бағыттауын бастады. Келесі 10 жылдықтар ішінде Бахаилар Бахауланың адамзат бір тұтастығы жайлы көз бағдарын жер жүзінің түкпір-түкпіріне құлшына әрі аянбай жеткізуін жалғастырды. Ілімді бөлісу жолында көркем шығармашылық өркендеді. Музыка, би және драма жүректерді тебірентіп, жандарды баурады. Осы қозғалыстың көш басында жастар болды. Дұғаның күшіне сүйене отырып, сенімнің жас қаһарман қыз бен жігіттерінен шабыттанған олар, осынау рухани бастамада өмірлік маңызы бар роль атқаруға құлшыныспен көтерілді. UNITY in a beautiful land, the sea, the sky. It's the race for time, the time, the place. To see we're one family, it's the human race. Азия, Африка мен Оңтүстік Американың кей бөліктерінде 100 мыңдаған адам сенімді қабылдады. Дәл осы кезеңде Самоа мемлекетінің бірінші басшысы Малиетоа Танумафили екінші Бахаи атанды. 30 жылдың ішінде ұлттық жиналыстар саны 3 есе артып, 174-ке жетті. Бұл Шоги Әфенді тұрғызып кеткен әкімшілік тәртіпті одан әрі нығайта түсуге себепші болды. Сөйтіп Бахауланың әлемдік өркениет жайлы көз бағдары жүзеге асыруға болатын негізі күшейе түсті. Сенім өріс жая орныққан сайын Бахаилар әлем бойынша мыңдаған жергілікті бастамаларға мұрындық болып, Бахаул әлемін өздері тұратын қоғамның әлеуметтік және экономикалық қажеттіліктеріне қолдана бастады. Білім беру, денсаулық сақтау, сауат ашу және ауыл шаруашылығы салаларында жүздеген орнықты жоба пайда болды. Бахаи сенімінен шабыттанып, баршаның әл-ауқатымен өркендеу үшін тірлік етуге бел буған дамыту ұйымдарының қыруары пайда болды. Бұндай бастамаларды әуелде Абдул Баха Иранда қыздар мен ұлдарға арналған мектептер құру, емханалар ашу және әлеуметтік әрі экономикалық өркендеуге бағытталған бағдарламаларды жігерлендіру арқылы іске қосқан еді. Осы күнге дейін Иран Бахаилары үздіксіз әрі қатыгез қуғындалуларына қарамастан айрықша табандылық, сүйіспеншілік, батылдық пен ерлік танытып келді және отаны мен халқының әлеуметтік, рухани әрі материалдық игілігін ілгерілетуге үлес қосуын жалғастырып келеді.
1990 жылдарға қарай әлем бойынша Бахаи қауымдастығының этникалық және мәдени әралуандығы айтарлықтай молайып, сипаты өзгерді. Заманымыздың негіз қалаушы рухани ақиқаты адамзат бір тұтастығы. Сенім ұлттық және халықаралық форумдарда барған сайын таныла бастады. Және сол кезгі таңда әлемдегі географиялық таралуы бойынша екінші болып табылды. Бұндай қарқынды өсу нәтижесі көптеген сын қатерлерді туындатты. Бахаи ілімін қабылдаған адамдардың көптігі қауымдастық өмірінің серпінді дамуын құруға өздігінен ықпал ете алмады. Бахаула ашылымын қабылдаған 100 мыңдаған адамның сенім жайлы білімін тереңдетіп тұруға тырысқандарға аса көп салмақ түсті. Сенімді қабылдаған немесе оның іс-шараларына қатысқан адамдардың әралуандығы ұлғайған сайын, бірлікті құрушы процестерге деген қажеттілік барған сайын айқындала түсті. Сансыз мәрте ұрпақтан ұрпаққа мұраға өтіп отырған соқыр нанымдардан айығу үшін саналы да байламды күш-жігер талап етілді. Көптеген сұрақтар туындады. Ерлер үстемдік ететін теңгерімі жоқ әлемде қалайша әйелдерге тең дауыс беруге болады? Орасан санды балаларға білім беру қажеттіліктері жүйелі түрде қалай шешілмекші? Жергілікті жиналыстар қарқындата өсіп жатқан қауымдастықтардың қажеттіліктерін қалай қанағаттандырмақшы? Осы шұғыл мәселелерді шешуге қабілеттікті арттыратын тәрбиелік күш-жігердің табиғаты қандай болмақ? Бұл Бахаи әлемін көптеген жаңа стратегиялары, әдістері мен амал тәсілдері барысында сыналған қарқынды үйрену процесіне енуге алып келді. Кеңесшілер институты осы процесті бағыттауда шешуші рөлді атқарды. Бұл институт бүкіл әлемдік әділет үйі тарапынан Құдай ісі қолдарының міндеттер аясын кеңейту үшін құрылған еді. Қазір осы институттың арқасында бір жерде алынған сабақтарды жылдан талдап жіберіп, бүкіл Бахаи қауымдастығымен бөлісуге көмектесетін, сөйтіп жаһандық кеңесулерді байытатын, тұрақты әрекеттерді ынталандыратын, әлеуетті арттырып сенім ұялататын жүйе бар. Бүгінде халықаралық оқыту орталығы континенттік кеңесшілер алқалары және олардың жәрдемшілерімен бірге үйренудің осынау ағынын ынталандырып, ілгерілетуді жалғастыруда. Кармель тас тақтасында Бахаула сенімнің әлемдік рухани және әкімшілік орталығының дамуы жайлы жарғыны баяндады.
1996 жылы Бахаи қауымдастығы бетбұрыс кезеңіне жетті. Әлемнің белгілі бір аумақтарында қауымдастықтардың жылдар бойы жергілікті деңгейде жинақтаған тәжірибелеріне сүйене отырып, бүкіл әлемдік әділет үйі мүмкіндіктері шексіз құрал болып табылатын дайындық институттарының желісін құруға үндеді. Бұл әрбір халықтың өзінің рухани, әлеуметтік және материалдық ілгерілеуінде жауапкершілікті өзіне алу қабілетін арттыру процесін қозғалысқа келтірді. Бахаи қауымдастығы енді өзінің үйрену мен дамуындағы жаңа кезеңге аяқ басты. Сәлем, Аша. Мүмкін маған тәжірибеленуге үйренетін уақыт келген шығар. Ой толған бас қосуына келемін. Басқалардың не үйренгенін естігім келеді. Және өз тәжірибемен бөлісуге бақытты болар едім. Кім білет, бәлкім дұға бас қосуымды қайда жаңғырталатын шығармын. Ертең көріскенше, сау бол. Дайын болды. Керемет әдемі. Балаларға бұның ұнары анық. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіңдер ме? Ертең көріскенше. Маған 6 ай бұрын көршілестігімдегі балалар сыныбына арнап, осында қағаздан гүлдер жасап отыратынымды айтса, мен оларға сенбес едім. Шынымды айтсам, бахаиларды кездестіргенге дейін менде балаларды оқыту тәжірибесі болған емес. Оның үстіне көршілестігіме қызмет ете аламын деп ешқашан ойламаппын. Сыныпқа көмектесіп жатқаның қандай тамаша. Оған қоса сыныптарымызды бірлесе дайындай алатынымыз неткен керемет. Дәл солай. Біз бұл тұрақты кездесулерді бастағалы бері маған өзімнің сыныбыма деген көптеген жаңа идеялар келді. Айтпақшы, дәйек сөздерді жаттауды бұл жолы қалай жоспарлап отырсыздар? Қимыл қосып жаттатсақ ше? Рас па, олар шында да қайттан дәйек сөз жаттаулар керек пе? Айтайын дегенім, олардың кейбіріне оңайлықпен берілмеуде. Әуелі маған да, өзімнің оқу үйірмемде дәйек сөздерді жаттау қиынға соғып жүр. Оны өткізіп жіберейікші, дәйек сөзді жай ғана түсіндіріп, хикаяға көшуге болады. Олар сабақтың осы бөлігін жақсы көреді. Балалар хикаяларды жақсы көреді, ол рас. Қасиетті жазбаларды неліктен жаттайтынымыз туралы жиі ойланатынмын. Дәйек сөзді жай ғана оқып өтсек болар еді, алайда шын мәнінде ол есте қалмайды. Ойларымыз әрекеттерімізге әсер етеді. Сондықтан осы сөздерді жаттағанда, олар ақыл ойымыздың әдетіне айналып, әрекетімізде көрініс табары ықтималырақ. Дұрыс айтасың, өзімнің шыдамсыз бола бастағанымды сезген кезде, мейірімді тіл адамдардың жүректерін баурайды деген есіме түсе кетеді. Құдай сөзінде қуат бар. Оның болмыс әлеміне жасампаздық ықпалы бар. Ол жүрегімізді ашып бізді өзгерте алады. Мұнда қараңыздаршы. Дайындық институтының барлық курстарының түп негізінде жасампаз сөз жатыр. Адамдар осы курстарға қатысқанда Бахаи ілімі жайлы өз түсініктерін тереңдетіп, ауылдары мен көршілестерінің рухани және материалдық қажеттіліктеріне сай әрекет ету қабілеттерін дамытады. Дайындық институтының тұжырымдамасы жаңа нәрсе емес. Абдул Баханың өзі тәңірлік жоспар тас тақтасында сенімнің ұстаздарын дайындау туралы айтып кеткен болатын.
Ол сондай-ақ Иранда сенімнің ұстаздарын дайындау үшін жүйелі түрде оқу сыныптарын өткізуге жігерлендірді. Соңғы 25 жылда институт процесіне барған сайын неғұрлым көбірек адамдардың қатысуы өміршең әрі талапты жаңа қауымдастықтардың пайда болуына себепкер болды. Бәрінің келуі қош. Енді жеке тұлға, институттар мен қауымдастық арасындағы қарым-қатынастардың жаңа түсінігі бар. Сондай-ақ одан да жақсырақ әлемді құруда олардың рөлдері қалайша өзара толықтырушы болып келетіні жайлы жаңа түсінік бар. Адамдар өздерінің рухани өсулеріне жауапты бола отырып, өз-өздерін өзгерістің бас кейіпкерлері ретінде санауда. Оған қоса қоғамның дамуына үлес қосуда. Институттар болса өзара сенім мен қолдау ахуалын құра отырып, баптап өсіруге, жігерлендіруге әрі бағыттап отыруға ұмтылуда. Осынау өміршең қауымдастықтардың негізінде қызмет пен ғибадат ету жатыр. Өмірдің осы екі елеулі де ажырамас қырлары Құдайды мадақтаудың күншығыс орны болып табылатын. Абдул-Бахамен әлемдегі аса маңызды институттардың бірі деп суреттеліп кеткен нақтылық Машриқул Асқар институтында үйлесімділігін тапты. Дұға мен медитация орны болып табылатын ғибадат үйінің айналасы төңірегіндегі халыққа қызмет ететін гуманитарлық институттарға, яғни мектептерге, ауруханалар мен балалар үйлеріне толы болу керек. Тұңғыш ғибадат үйі 1908 жылы Түркменстандағы Ашқабад қаласында салынды. Әлем 2016 жылы Чили, Сантьягодағы соңғы континенттік ғибадат үйінің ашылуына куә болды. Содан бері жергілікті және ұлттық ғибадатханалар жер жүзін нұрға бөлейтін шамшырақтар ретінде қызмет ете отырып, әлемнің түпкір-түпкірінде салына бастады. Дайындық институттар нық орныққан аумақтарда әлеуметтік іс-әрекеттер саласында талпыныстар пайда болуда. Материалдық дамуға бағытталған бұл талпыныстар әлеуметтік жағдайды жақсарту үшін рухани қағидаларды қолдануға негізделген. Олар қоғамның әлеуметтік, рухани және материалдық қажеттіліктер жайлы ұжымдық сана сезімнің өсуінің және мәңгі дамитын өркениетке үлес қосу құлшынысының нәтижесі. 2018 жылы жиналған үйренудің орасан зор көлеміне байланысты және осы саланың әрі қарай өркендеуі үшін бүкіл әлемдік әділет үйі әлемдік Бахаи орталығында жаңа институтты халықаралық Бахаи даму ұйымын құрды. Әлеуметтік іс-әрекет майданында тәрбиеленетін қабілеттер қоғамда басым болып келетін. Дискурстарда Бахаилардың қатысуын оған қоса байытуда. Бахаилар жергілікті деңгейден бастап ұлттық одан әрі халықаралық деңгейге дейінгі қауымдастық көшбасшыларын, ұйымдар мен үкімет мекемелерін қоғам өмірі үшін маңызды болып табылатын бірсыпыра тақырыптарды, олардың ішінде әйелдер мен ерлер теңдігі, халықтар көші мен кірігу кедейшілікке қарсы күрес, нәсілдік алалаушылықты жою, экологиялық және орнықты даму сияқтыларды қарастыруға тартуда. Бахаи халықаралық қауымдастығының 5 кеңсесі құрылуының арқасында жаһандық Бахаи қауымдастығы халықаралық ұйымдардың бір талаймен жинақталған тәжірибесін бөлісуде. Олардың арасындағы ең бастысы Біріккен ұлттар ұйымы. Ол жерде Бахаи халықаралық қауымдастығы ЮНЕСКО және ЮНИСЕФ аясында консультативтік мәртебесіне иелене отырып, жаһандық деңгейдегі саясаттарды талқылауға үлесін қосып келеді. Шоге Эфенді шамамен 100 жыл бұрын сенімге тән қоғам құрушы күш жайлы, жеке тұлғаны жандандырып, қираған әлемді қайта құра алатын күш туралы айтқан болатын. Бүгінгі күнде осы күштің қозғалысы адамдары Бахаулла ілімдерін жүзеге асыруға тырысып жатқан, шартарапта орын алып отырған қоғамдық өзгерістерде көрінуде. Әлемге көз салсақ бастағанын байқауға болады. Қалыптасып қалған әдеттер
салт дәстүрлер мен ойды жеткізе білу тәсілдері өзгере бастады, тіпті мәдениет қырлары да кемелдене бастады. Бұл көптеген жандарға әсер етіп жатқан әлдеқайда тереңірек ішкі өзгерістердің сыртқы көрінісі болып табылады. Бұл керемет. Енді мен біздің балалар сыныбының жалпы көрініске қаншалықты сәйкес келетінін түсінемін. Дәл солай, сыныбымыз шағын бола тұра, игілікке қосып жатқан үлесі зор. Мәдениеттегі осы өзгеріс туралы көбірек айтып беріңізші. Мен көріп тұрған өзгерістердің бірі ол қарым-қатынастарды, жаратушы мен біздің арамыздағы қарым-қатынастарымызды, бір-бірімізбен, тіпті жермен қарым-қатынасымызды қайта қарастыруымыз. Мысалы, институт процесі көркейіп жатқан мекендерде әйелдер мен ерлер арасындағы қарым-қатынастар өзгеруде. Олар тереңнен тамыр жайған солқыр нанымдар мен әділетсіз салттарға төтеп беру үшін бірге жұмыс істеуде. Егер біз бұған дейін ескі мәдениетіне куә болсақ, қазір біз теңдік мәдениетінің пайда болған, ал әйелдер болса қоғамдық өзгерістердің алдыңғы шебінде екенін көріп тұрмыз. Сіздерге бір нәрсе көрсетуге рұқсат етіңіздер. Бұл хикая сол уақыттағы замандай көне. Тіпті ол дүниеге келмей жатып, олар оны жоқ қылып жіберуге тырысты. Бейне бір сыйқыр тәрізді. Алайда оның бар екені, тіпті ол жоқ кезде де байқалды. Ол дүниеге келген кезде тәтті берудің орнына олар оған таспамен буылған қасірет толы дорбаны берді. Ал алған кезде ол ең кішкентайын, ең азын, әрі ең соңғысын, ал көбінесе мүлдем ештеңе, тіпті тамақ, жайлылық, білім, сый құрмет алмады. Мектепке барғанда ол көп үйреніп қоймау үшін, көп сөйлеп қоймау үшін, көзге түсіп қалмау үшін абай болуы керек еді. Ол көп орын алып қоймау керектігін, өзін өзі барған сайын кішірейте түсуге тиіс еді. Үнсіз, шектеулі, тартыншақ пішінге дейін бүктелуі тиіс еді. Оның тәні, оның жаны үшін қауіпсіз пана еместігін білуі керек болды. Алайда енді осынау жаңа ашылым арқасында жаңа хикая жазылуда. Өткеннің барлық хикаяларын ашып айтар хикая. Әйелдер ерлермен бір қатарда тұратын хикая. Тіпті ол толмас бұрын судай жаңа жанның дүниеге келуін тойлайды. Тіпті ол толмас бұрын судай жаңа жанның дүниеге келуін тойлайды. Ол туғанда жан ұясы, ауылы, қаласы, елі шаттанады. Ол тамаққа, жайлылыққа, білімге, құрметке ие болады. Ол мектепке баратын болады. Ол үйренер, түсінер, айталар, оқытар қанша нәрсе бар десеңізші. Ол өсуге ұмтылады, әрі ол өсетін болады. Ол тыныс алатын болады, әрі ол армандайтын болады, әрі ол істейтін болады, және ол дауыстың күші бар екенін білетін болады. Ол көтерілетін болады. Ол енді үнсіз, шектеулі, тартыншақ пішінге дейін бүктелуі тиіс қалпынан арылып, өзінің жан ұясы да, ауылы да, қаласы да, елі де гүлденгенше айығатын болады. Бүгін ұжымдық талпыныстарға толы ғасырдан кейін біз Абдул-Бақаның еркі мен өсиет хатында және тәңірлік жоспар тас тақтасында жасырылған даналық қазыналарын көре бастадық. Миллиондаған әйелдер мен ерлер жүректерін Абдул-Бақаның өнегесіне бұрып, оның жолымен жүруге ұмтылуда. Аз-аздап, күн сайын, олар өздерінің ішкі әрі сыртқы өмірлерін Бахауланың іліміне сәйкестендіруге ұмтылуда, және өркендеген әрі бейбіт жаһандық өркениетті құру үшін саналы түрде еңбектенуде. 100 жылдың ішінде қол жеткізген жетістіктерді көру қандай керемет. Келесі 100 жыл қандай боларына таңым бар. Ендеше бұл бізге байланысты болмақ. Біздің бәріміздің қосар өз үлесіміз бар. Біздің әрекеттеріміз келешекке ықпалын тигізеді. Мен өзімнің жасөспірім тобынан бас тартпауым керек деп ойлаймын. Ал сіз өзіңіздің балалар сыныбыңыздан. Ал мен осы оқу үйірмемді.
Сіздер алғашқы ғасыр шиыршық қағазына тәңірлік жоспардың өрістеу тарихын жаздыңыздар. Сүйікті достар, сіздердің алдарыңызда келешектің бос шиыршық қағазы жаюлы жатыр. Сіздер және сіздердің рухани ұрпақтарыңыз оған әлемнің жақсаруы үшін жасалған тың әрі бұлжымас ерлік пен бас тартулар жайлы хикаяны жазып қалдыратын боласыздар.